Жаңадан босанған әйелдердің назарына маған недавно пациент келді. После родов, яғни после родовый осмотрға келіп отыр. Босанудан кейін 10 күн өтті. Бірақ әйелдің өзінде уже босанудан кейінгі депрессияның бір көріністерін байқадым. Неге? Себебі әйелдің бірінші жүктілігі болды, алғаш рет босану, және босану барысында қиындықтар болды, стресс алып қалғаны көрінеді, және босанудан кейін де ол баламен жалғыз өзі үйде өзін жалғыз сезінеді, және ең бастысы өзін өзгелермен салыстырады. Жаңадан босанған әйелдер, жалпы әйелдер, сіздерге айтарым, өз-өзіңізді ешкіммен салыстырмаңыз. Әркімнің жолы әртүрлі, әркімнің жүктілігі әртүрлі өтеді, босану әртүрлі өтеді. Сізде кесарево болса, басқа біреуде өздігінен босану болуы мүмкін. Ол жайдан жай кесаревомен босанып тұрған жоқ. Міндетті түрде көрсеткіштер болса ғана баланың немесе ананың өмірін сақтап қалу үшін кесарево жасалды. Кесаревомен босансаңыз да, өзіңіз босансаңыз да, сіз үлкен бір ерлік жасадыңыз. Сіз кішкентай үлкен бір нәрестені, үлкен бір өмірді, жаңа өмірді осы дүниеге алып келдіңіз. Бұл Құранда да айтылған, былай медицина жағынан да бұл үлкен ерлік болып есептеледі. Және де после родов сіз баламен жалғыз қалсаңыз, негізінен депрессивный состояние байқасаңыз, онда көмекке жолдасыңызды, туыстарыңызды, ата-анаңызды, анаңызды, енеңізді, білмеймін, соларды көмекке шақырыңыз. Себебі сіз жалғыз өзіңіз после родовый депрессияға кіріп кетуіңіз мүмкін. Және ол жаңа босанған әйелдің айтуы бойынша әрине сотканы көреді, барлығы инстаграмда күшті босанып жатыр. Босанғаннан кейін де баласымен әдемі, күшті, таза болып сөйтіп отыр, барлығы күшті болып жүр, бірден фигурасы қалпына келген деп сондай сөздер, әңгімелер айтады. Жоқ, сізде ол инстаграмдағы блогерлер өзінің үй шашылып жатқанын, мына жақта жылап жатқанын, ода да сүт безінде трещина болып жатқанын, немесе ода да после родов разрыв болғанын ешқайсысын айтпайды. Ода тоже сондай болуы мүмкін. Просто сіз өз-өзіңізді өзгелермен, әсіресе инстаграмдағы блогерлермен салыстырмауыңыз керексіз. Просто отырып, жаңа инстаграмда отырып, сіз после родовый депрессияға кіріп кетуіңіз әбден мүмкін. Сондықтан өзіңізді ешкіммен салыстырмайсыз. Керек болған жағдайда кәдімгі психолог мамандарға жүгініңіз, және ол ішкі состояниеңіз туралы міндетті түрде жақындарыңызға, жолдасыңызға, тіпті приемға келген кезінде гинеколог, врачқа, немесе терапевтке, бәріне айтып, жан-жақтағы адамдардан көмек сұрауыңыз қажет. Міндетті түрде. Осы бір затты ескерткім келді. Потому что анау послеродовый әйелді көріп кәдімгідей жаным ашып кетті, шынымды айтсам. Сондықтан өз-өзіңізді ешкіммен салыстырмаңыздар. Әр нәрсе жайдан жай болмайды, және кішкентай баланың ары қарай дамуы, өсуі тікелей сізге байланысты, оның ауруы, эмоционалды жағдайы, жылауы барлығы да анасына да байланысты, потому что ол анасын сезеді. Сондықтан әйелдер өздеріңізді күтініңіздер, керек болса көмек сұраңыздар.